сіздермен кішкене әңгіме айтқым келіп тұрғаны бар. Енді көп қыздар жазады ғой маған шынымен де отношения туралы болсын, жаңағы расставание туралы болсын, көп нәрселер қайғырып жүргендерін деген сияқты неше түрлі әңгіме айтады. Енді жалпы мен өзімнің кейбір принциптарым бар да, бұл отношенияға келген кезінде. Қараңыздар, сен өміріне келген жігіт либо отношения мысалы бастаған кезде, либо ол сені көтеруі мүмкін, либо сен өміріне келген адам сені төмен түсіріп тастауы мүмкін да. Екі вариант болады. Сен адамың болса, ол сені көтереді, сен адамың емес болса, сені түсіріп тастайды. Полный. И жалпы отношенияда чувство, эмоциядан бөлек, сен өзіңе деген уважениең выше болу керек. Чувство, эмоция, махаббат, потом сен өзіңе деген уважениең мықты болса, сені тоже басқа адам сыйлайды деген сияқты ғой. Ал бізде қыздар қалай болады? Прям беріліп кетеді отношенияға. Қатты чувство, эмоциясын биік қойып, өзін кейінге қалдырып қояды да. И сен өмірінде, мен ойлаймын, ешқашан адамды жоғалтудан қорықпау керек. Сен өзіңді жоғалтып алудан қорқу керек сияқты. Сен өзіңді жоғалған моментте сен қасындағы адамның алдында абыройың ешқандай қалмайды. Бізде андай ғой, қыздар отношенияда мен көп байқасам, айтуларына қарағанда, сіздер өздеріңізді кәдімгідей жоғалтып алады екенсіздер. Жігітіңізге жағамын деп, мен сол үшін мынаны істеймін, ананы істеймін, сол арқылы мен оның қасында жақсы болып көрінемін деп, сіздер өздеріңізді жоғалтып аласыздар. И потом уже көздеріңіз бүйтіп розовочки шешілген кезде отырасыздар, оказывается, мен ол үшін біраз нәрсе жасап тастаппын ғой, ол мен үшін не жасады деген сияқты уже сіздер ол адамды кінәлай бастайсыздар да. Бірақ сіздер өздеріңіз кінәламайсыздар, то что сіздер өздеріңіздің уважениеңізді ол адам алдына түсіріп тастағаныңыз, чувство, эмоцияға қатты беріліп кеткеніңізді, өзіңізді оны ойламайсыз. Ну, лишь бы бірақ сол адам кінәлі деп уже өкпелі болып өмір сүріп кетесіз дальше. Сол үшін просто адам өміріңізден кетті ма, жай ғана жақсылап қоштасыңыз, ешқандай обида болмасын ол адамға, и сіздің өміріңізге Құдай одан да бір күшті бір нәрсе дайындап отыруы мүмкін. Және де бір нәрсені ұмытпайық, просто өзіміздегі бар нәрсеге шүкіршілік, оған да рахмет деген сияқты рахмет айтуды ұмытпайық. Себебі басқа адамдарға сен өмірін как сказка, бір ертегі сияқты болып көрінуі мүмкін ғой. Сол үшін барға шүкір, барға қанағат, ал жоқ нәрсе ол алдыңызға келеді деген сөз. Сол үшін менде бүгін сонда бір күшті бір настроениеде отырмын. Осындай нәрсе сіздерге айтқым келіп кеткені бар. Өзім ішімде сезініп жатқан нәрсені сіздерге айтқым келіп, осылай бір бөліскім келгені бар. Сол үшін өмірден адам кетсе, сіздер қайғырып, жылап, сықтамаңыздар. Оның бәрі Құдайдың сіздерге бір жоспары бар деген сөз. Соны ұмытпаңыздар. Ана все, что не делаете, все к лучшему дейді ғой. Сол нәрсеге сенейік бәріміз. Сол үшін күліп, ойнап жүргенге не жетсін, бақытты болыңыздар, өздеріңіз, андай не обязательно қасыңызда бір жігіт болмаса басқа адам бар кезінде бақытты болу. Өзіңізбен өзіңіз бақытты болып өмір сүріңіз. Всем удачи. Кім болады енді мынау жұмысқан білесіздер ғой, кетіріп кішкене қиындау екен. Көреген қазір алып келемін. Ал мінекей осы пылесос ғой кеше алғаным, енді соны қазір көргім келіп тұр қалай жуады екен. Енді естідім то, что полды да жуа береді, там клем бәрін сүріп тазалайды екен. Енді өзіме де қызық болып тұр, еще ол өз-өзін жуып тазалайды екен. Енді мен сияқты кішкене еріншектеу болған ғой деп. Ана жұмыртқаның сарысымен бірге қалай бар солай бүйтіп сорып алды өзіне ше. Прям сразу көтеріп тастады. Өзім шок болып тұр, шынымен де күшті мықты екен. Жерге түскен жұмыртқаның өзін қалай жинап тап-таза жуып қойды. Енді мен мына жақта біздің балалар ойбой прям кремнің бәрін шашып тастапты. Енді осыны тексеріп көргім келіп тұр, кремді қаншалықты тазалайды екен қазір қосып көрейін.